Халия Шыныбаева Сириядағы сойқанды көзімен көріп, бүгінде жүзін жасырмай сұхбат беріп жүрген аздың бірі. Тұрмысқа ерте шыққан, бірақ жолдасымен дәм тұздары жараспапты. Шейіттей 4 баламен жалғыз қалды. Қара жұмыстан арланбады. Араға уақыт сап Ғалып Фазиев деген өзбек азаматы жалғыз басты келіншекті тор ауылдап жүріп торына түсіреді. Алғашында иманды боп көрінген ол, көзі қызарған нағыз фанат боп шыққан. Исламның тазалық, ғылым мен мәдениетке шақыратын прогрессивті жақтарын сыпырып тастап, дойыр догмамен Сирияға сөрелейді. Поддержка беріп, тұрыс болып отырса дегендей. Бала шағам бәрі келісім беріп, сол тұрмысқа шықтым, бірақ ол дұрыс адам болып шықпады да. Өзіміздің Қазақстанның оқитын намазын соны шектеу қойды. Ойладым да бір сектаға кіріп, қандай секта екен деп. Радикалды идеямен ауырған азамат 2016 жылы діттегеніне жетті. Апамызды ертіп, Бішкек арқылы Түркияға ұшып кетеді. Сирияда 56 жастағы келіншек жолдасынан көз жазып қалады. Әскери оқу жаттығуға кеткен ол қайта оралмапты. Зейнеткер қуанбаса қынжылмаған. Өзі бомба түскен үйіндінің астындағы тірі қалады. Атты оқ тиген жоқ. Осколочный патрон дейді, ішінде ана патралары үлкен. Маған тиген жоқ, ана москитный сеткаларыма тұрып қалды. Бомбаның астына қалдым, ешқандай шерім ештеңе болған жоқ, аман есен шықтым. Шпион деді. Өйткені мен қосылмадым да, оларға. Намаз оқымайтындардың бәрі, олар кәпірлер. Біз оларды өлтіруіміз керек. Ауыр сөздерді сол кездерде мен естідім. Ол Шам жерінде мүдделер таласқа түскен елдерді көрді. Жылаған жетім, қолжаулық болған жесір, зорланған ұл, қорланған қызды көрді. Діни білімі таяз болғандықтан осындай қылмыстарға барады. Жаңағы наркотика дейміз ба, жаңағы әйелін ұрып соғу, яғни әйелдің жалпы қоғамдағы орнын бағаламау. Бірқатар әйелдер, яғни сондай өздерінің күйеулерінің айтқанына шыға алмайды ғой. Соның соқыр сенімнің құрбанына айналып отыр. Тілге тиек ететін жайт, апамызды Сирияға күштеп алып кеткен Фазиев 2016 жылы радикалды материалдарды сақтап таратқан үшін заңғырына іліккен. Бірақ тек әкімшілік жазамен құтылыпты. Егер сол кезде заң қатал болғанда, мүмкін кейіпкеріміздің тағдыры талқандалмас бет. Кім білсін? Ояқта ондай халифат деген жоқ. Ол бұл халифат деп ұйымдастырған, меніңше сол шетелдің ұйымдары болу керек. Ояқта не адамгершілік жоқ, не тәртіп жоқ. Бірін-бірін ұра салады, бірін-бірін өлтіре салады. Мен жастарға айтатыным, намазда да дұрыстап қайталап үйреніп, ой пікірлерін бәрін өзгерту керек. Қазақстанға, өз еліне, бейбітшілік елде ешқандай жетпейді. Отанына оралған апамыз үшін ең қиын кездесу немерелерімен болды. Ана боп қыздарын ұзатпады. Әже боп бесік жырын айтпады. Қазір мешітке барып, имамдардан сабақ алып жүр. Қоғамның қыспағына шыдаған зейнеткердің жалғыз ұлымен ашық сөйлесуге жүрегі дауаламайды. Себебі елден неге бездің деген сұраққа жауабы жоқ.